Мен ауылда туып өстім. Бізден нағыз еңбек адамдары өмір сүреді. Таң атпай малдың соңына жүретін жандар. Әкем мен анам да солардың қатарында. Ауыл өмірі қызық та, бірақ кейде қиындықты көбірек сезінесің. Әсіресе қыс түскенде тіршілік оңай болмайды. Былтыр су тасқыны болып, үлкен жұт болды. Бір көктемде қолымызда бірнеше малды жоғалтып алдық. Малдан айырылған қиын ақ. Бірақ Абай айтпақшы, мал жұтайды, өнер жұтамайды ғой. Сол кезде мен Абайдың осы сөзін бірінші рет естіп, оның мағынасын түсіне бастадым. Ауылдағы өмір қаладағыдай емес, үлкен мектептер жоқ, мұғалім де аз. Тіпті кейбір пәндерді оқытатын адам табылмайды. Бірақ Абай атам айтқандай, нағыз өмірді тану үшін ақыл, жүрек, ғылым керек. Абайдың ақыл да жоқ, ашу да жоқ, күлкі де жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреусіз ғылым, сол үшеуінің жөнін білмек деген жолдарын оқып ойға батамын. Ақыл, сезім, қуаныш, осы үшеуін бірдей түсініп оларды тең ұстау керек екен. Бұны маған ауыл тынысы, ауыл тіршілігі, қарапайым ауыл мұғалімі үйретті. Ауылдың дархан мінезін бойына сіңірген Абай сөзі үйретті. Тағы бірді сабақта Абайдың ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба деген аталы сөзін талдадық. Мен нағыз мақтан тек білім арқылы келетінін түсіндім. Кітап оқудан ерінбей, өзіме білім іздеп, жаңа мақсат қойғым келді. Әкем білім жолындағы еңбектің түбі жарқын болашақ дейді. Расында да білім алып еңбектенсем, осы ауылдан шығып үлкен жетістіктерге жетуге болады ғой. Абайдың тағы бір өсиеті: 5 нәрсеге асық болу, 5 нәрседен қашық болу, талап еңбекте ерену, қанағат, рақым. Осы қасиеттерді бойыма сіңірудемін. Ал өтірік, өсек, мақтаншақтық, еріншектік, босқа мал шашудан аулақ болсам деймін. Кейде еріншектігім жеңіп кетеді. Оны жеңу үшін күнде Абайды оқимын. Бүгінде жасанды интеллект белең алып келеді. Көптеген адамдар жасанды интеллектке сенім артады. Оның болашағын зерттеп жатыр. Бірақ жасанды интеллект қаншалықты дамыса да адамның өз ақылы мен еңбегінің орны бөлек емес пе? Абай атамыз өзіне сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылын екі жақтап демеді ме? Себебі интернет жоқ күні жасанды интеллектте жоқ. Себебі ол жасанды, ал адам шынайы. Шынайылығымызды жоғалтпайық. Ауылдан адам көшсе де адамнан ауыл көшпейтінін мойындадық. Абайдың аталы сөзінен нәр алып, ауылымызға қызмет етейік.